Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы алқа тұқымдастарының көкөніс дақылдары маңызы пайдалануы және таралуы, өсіру технологиясы. Оны біз екі дәріске бөлдік. Бүгінгі тақырыбы дәрістің қызанақ дақылының өсіру технологиясы, биологиялық ерекшеліктері, сорттары және қысқы жылыжайда өсіру технологиясы. Қызанақ отаны Оңтүстік Америка. Мексикандықтардың ата тегі оны томатель деп атаған, осыдан қазіргі томат деген атауы пайда болған, ал итальяндықтар помидор, яғни алтын алма деп шеметтеген. Қызанақ дақылы ретінде 1778 жылдан бастап белгілі. Оның жемісінде 4-7% құрғақ зат, 2-24% аралығында қант, 0,3-0,6% қышқыл, 0,6% азотты заттар бар және 0,5% минералды тұздар бар. Дәрумен мөлшері бойынша ол лимон мен апельсиннен сәл кем түседі. Онда 20-23% С дәрумені және 0,6% каротин, сондай-ақ В1, В2, ПП дәрумендері бар. Жоғары дәмдік сапасымен жас және өңделген күйінде жан-жақты қолданылу мүмкіншіліктері бар. Бұл дақылдың кең таралуына жол ашты. Бірақ Қазақстанда бұл бүкіл көкөніс дақылдарының жалпы егісінің 10%-ын ғана алады. Әрине бұл өте аз. Сортты дұрыс таңдап алғанда және өсіру технологиясын дұрыс жүргізгенде біздің жағдайда да толық піскен жемістерінің жоғарғы өнімінің алуға болатын іс жүзінде көріп те жүрміз. Оған мысалдан көптен келтіруге болады. Қоңыржай климатта қызанақ 1 жылдық шөптесінің өсімдік. Оның сабағы күшті бұтақтанып, көптеген бүйірлік өркендері өгей бұтақтарды қалыптастырады. Сабағында 7-10 жапырақтары кейін гүл шоғыры пайда болады. Ол өз-өзінен өсуін тоқтатады. Негізі сабақтың қызметін жоғарғы бүйірлік өркен атқарады. Қызанақтың қуатты, тез дамитын тамыр жүйесі бар. Ол ересек өсімдіктерде, әсіресе көшетсіз өсіргенде, ол 1,5 метр бойлайды. Жан-жағына 1,2 метр жайылады. Жапырақтары екі типті, әдеттегі тақ, күрделі қауырсынды, тілімді және картоп жапырақты сияқты. Олардың түсі жасыл, сарғылт жасыл болуы мүмкін. Гүлдері қос жынысты, ұсақ, шоқпар басқа шоғырланған. Гүл шоғырының 3 типі болады. Бірінші типі қарапайым типі. Жемістері бір сағаққа орналасқан, күрделі, сағаға бірнеше рет бұтақтанады. Ол үшінші тип, және аралық болады. Екінші тип, сағағы 1 рет қана бұтақтанады. Гүлдену типі сортының белгісі болып саналады, бірақ өсіру жағдайында да ол тәуелді. Гүл шоғыры құрылымы бойынша жинақы және бұрпан болуы мүмкін. Ол гүл сидамының ұзындығымен, гүлдерінің орналасу жиілігімен және гүл сағағының ұзындығымен анықталады. Гүлдерінің саны бойынша аз, ол 7-9 дана, және көп 10-20 және одан да көп гүл шоғырын ажыратылады. Қызанақ өздігінен тозаңданатын өсімдік, бірақ ыстық құрғақ ауа райында жел мен насекомдардың көмегімен айқас тозаңдануы да мүмкін. Жемісі әртүрлі пішінді, мысалы шар тәрізді, жайпақ, қырлы, қара өрік тәрізді және әр түсті, қызыл күрең, қызыл, қызғылт, сары қызғылт, сары, ақ, алтын түстес және тағы басқалары болады. Олардың салмағы 10 граммнан 1200 граммға дейін болады. Жемісі 2-8 қағанақты аралығында болады. Жемісі өзінің дамуында 2 кезеңнен өтеді. Гүлденгеннен кейін 27-32 тәулік бойы өседі. Сосын өсуін жалғастыра отырып 12-15 тәулік бойы пісіп жетіледі. Мұндайда ол түсін жасылын бозғылтқа сүттене пісу, сосын қызғылт және қызыл түске ауыстырады. Тұқымы жайпақ, 3 бұрыш бүйрек пішіндес, қою түкті,
1000 тұқымның салмағы 2,7-3,7 грамм. Негізінде биологиялық ерекшеліктеріне тоқтап өтсек, ол деген жылы сүйгіш өсімдік. Оның өсуі үшін оңтайлы температура күндіз 20-25 градус болу қажет, түнде 12-15 градус. Температура 15 градустан төмендесе, қызанақ гүлдемейді. 10 градус температурада өсуін тоқтатады. Ал 1,5 градуста ол опат болады. Сонымен бірге, ол үшін өте жоғары температурада зиянды болып келеді. Мысалы, 33 градус температура жеткенде өсімдік өсуін баяулатады. Ал 35 градус болғанда фотосинтез тоқтайды. Егер осы кезде ауаның салыстырмалы ылғалдылығы төмендесе, онда түйіні де түсе бастайды. 25-30 градус аралығында және топырақтың орташа ылғалдығында өскін 5-6 тәулікте пайда болады. Егер топырақтың температурасы 11 градустан аспаса, онда тұқымдары дерлік өнбейді. Бірақ термиялық өңдеуден өткен тұқымдар 8 градус температурада, тіпті одан да төмен жылылықта біркелкі өсе алады. Қызанақ жарыққа қоятын талабы өте жоғары, көлеңкелі жер нашар жемістенеді. Жылыжайда қыста әлсіз жарықта гүлдеуі өскін пайда болғаннан 80-85 тәулік өткен соң ғана басталады. Ал көктемдік дақыл ретінде өсіргенде 40-45 тәулікте гүлдейді. Ауаның ылғалдылығы жоғары болғанда өсімдік саңыраулық ауруларына шалдығыш келеді. Одан басқа тозаң қаптан тозаң шашылмайды, ал ендеше гүлдердің ұрықтануы да жүрмей қалады. Олар үшін ауаның оңтайлы ылғалдылығы 50-60% болу керек. Топырақ ылғалдылығына қызанақ өсу кезеңінің орташа 60-70%, ал жемістену кезеңінде 80-90%-ды талап қояды. Қызанақты негізінен көшетпен өсіреді. Егер алғы дақылдардың қырыққабат және қиярдың танабында органикалық қайнатқыш енгізілген болса, онда сүдігер көтергенде тек 4-4,5 центнер суперфосфат және 1 центнер хлорлы калий енгізіледі. Грунттық қызанақтың жеміс салуы көшеттерден кешірек, бірақ қолайлы күзде өнімділігі көшеттік қызанақтікіндей, сонымен бірге пісіп жетілген жемістерінің проценті азырақ болады. Мысалы, біз қызанақты пленка астында өсіретін болсақ, онда тез пісетін, біркелкі өнім беретін сорттарды, оған мысалы сибирский, скороспелый жатады. Онда 25-30 тонна көң, 4,5 суперфосфат, 1 центнер хлорлы калий енгізіледі. Ал егерде қысқы жылыжайда өсіретін болсақ, қысқы жылыжайда қызанақ қиярдан кейін екінші орында тұрған өніс. Жылыжай грунтының әр шаршы метріне егер топырақты грунт болса, онда 15-20 килограмм шіріген көң салады, ал егерде жасанды субстраттар болса, онда минералды тыңайтқыштар енгізеді. Көшеттерді тұрақты орынға қабылдаған дақыл алмасуына сәйкестендіріп, мысалы 60 сызықша 30-35 сантиметр тәсіммен орналастырады. Көшеттерді тігінен бірінші кәдімгі жапырағына дейін топыраққа сіңіре отырғызады. Тым өсіп кеткен көшеттерді қосымша тамырлары тезірек қалыптасу үшін көлбеу отырғызады. Өсімдікті тік аспаларда өсіреді. Ол үшін отырғызғаннан кейін 4-5 тәулік өткен соң өсімдіктерді ілмекпен байлап, іліп қояды. Сосын жұма сайын өсімдіктің ұшын жіпке айналдыра бұрайды және сонымен бірге өгей бұтақшаларды алып тастайды. Бір сабақты өсімдік қалыптастырады. Бұтаны қалыптастыру өгей бұтақтарын жұлу және жоғарғы өсу үшін қырқу болып саналады. Өгей бұтақтың ұзындығы 7-10 сантиметр аспағанда жұлады. Аспанның биіктігі 2,2 метр болғанда өсімдік 8-9 аралығында шашақгүл қалыптастырады. Сосын негізгі сабағын сымнан асырып іледі де, өсімдік өсіп дамуын сондай соңына дейін тағы да 6-7 шашақгүл қалыптастырады. Шашақгүлдің астындағы жапырақтар осы фотосинтездің өнімімен қамтамасыз ету үшін
жемісі піскен кезде жапырақтардың сарғаю деңгейіне қарамай оларды алып тастайды. Гүлдеу кезінде жұма сайын гүлдер жақсы тозаңдану үшін сымды дірілдетіп қозғайды. Бұл операцияны электромагнитті дірілдеткіш, мысалы ОЦП 65-пен жүргізуге де болады. Онымен ол сағатына 2000 гүл шоғырын өңдеуге болады. Жылыжайдың температурасы күндіз шуақты ауа райында 24-25 градус болған жөн, ал бұлтты күндері 20-22 градус. Ал түнде жеміс салғанша 14-17 градусқа дейін түсіріп, жеміс салған кезінде 18-19, тіпті 20 градусқа дейін көтеруге болады. Субстрат немесе топырақ температурасы 18-20 градус аралығында болған жөн. Көктемде және жазда ауаның қызуы мүмкін. Ауа температурасы 32 градустан асқанда тозаңдар стерилденеді, ұрықтану тоқталады және гүлдер түсе бастайды. Мұндайда желдетумен қоса жылыжайдың жабынын әктейді. Бұл температураны 5-7 градусқа төмендетеді. Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 60-70% болуға қажет. Жылыжайдағы өсімдіктерді атызбен тәуліктің алғашқы жартысында суарады және үстеп қоректендіреді. Үстеп қоректендіруді жылыжай топырағының агрохимиялық талдауының негізінде жүргізеді. Мысалы, жылыжай ауасындағы көмірқышқыл газының оңтайлы мөлшері 0,115%-ға дейін болуы мүмкін. Су шығыны суландыру санына және ауа мен топырақтың ылғалдылығына байланысты болады. Ауруларды болдырмау үшін күтіп баптау жұмыстарын алдымен сау өсімдіктерге, кейін ауруға шалдыққандарға да жүргізеді. Өгей бұтақсыздандырғанда қолды немесе құрал сайманды марганец қышқылды калийіне ертіндісіне заралдандырады. Ауруға шалдыққан өсімдіктер арасында 10 тәулік салып, 10% ертіндісімен, сүт ертіндісімен бірку жақсы нәтиже береді. Мысалы, жылыжайда көп кездесетін зиянкестер гүлзар немесе шабдал және алқа биті, аққанат деген сияқты. Оларға мысалы никотин сульфатының 0,2% ертіндісі немесе 0,1-0,2% карбофосты, 0,2% фосфамидті немесе сайфосты қосып бір күйді. Шаруашылық белгілері бойынша өсіп даму ұзақтығына байланысты қызанақтың сорттары ерте пісетін, өскін пайда болғаннан кейін жемістің пісуіне дейін 100-110 күн аралығында, орташа пісетін 111-120 күн аралығында және кеш пісетін 120 күннен кейін жоғары сорттар бөлінеді. Сорттар және өнімділігі жемістердің жатып сақталуы, тасымалдылығы, тауарлығы, ауырға төзімділігі, ауруларға комбайнмен жинауға жарамдылығы бойынша сипатталады. Қарқынды интенсивті технология үшін қызанақ сорттары бұта типі бойынша 4 топқа бөлінеді. Тез өсетін қатты бұтақтанатын ұзын жатынды сабақтарымен, екінші ол тез өсетін штампты қысқа сабақтарымен, үшінші өсуін өзі шектейтін детерминантты тез пісетін нашар бұтақтанған сорттар, төртіншісі биіктігі нашар штампты жерге жатпайтын қысқа бұтақтанатын сорттар болып бөлінеді. Осымен дәрісіміз аяқталды. Келесі дәрісте қалай қалыптастыру танысамыз, қалыптастыру формасымен. Келесі слайдта бақылау сұрақтары берілген, соған жауап беруіңіз сұралады. Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет.